Бәріне сәлем достар. Бізде сіздермен бүгін Эверест командасы. Біздің таңдаған кітабымыз Батпырау қуған бала. Шыңына шығып Эвересттің, өз-өзіммен ерегестім, сезімге ұмытып бар уайымды мен бастадым. Ал ендеше бастайық подкастымызды. Бұл кітаптың атын естіген кезінде жалпы нені елестеттіңіздер? Басқа нәрсе күттім десем де болады, шыны керек. Бірақ білдім, мен ойладым бірінші көрген кезде кішкентайларға, үлкендерге емес, бір үлкен оқиға жасырын тұр деп ойлаған жоқпын. Батпырақ қуған балама, шынымен сол бір батпырақ қуған бала, мүмкін соның арманы болды, сол батпырақтың артынан қуып бір арман пайда болды да, сол арманның артынан кетті деп ойладым. Ал іші вообще басқа екен. Nice. Менде де бұндай жестокий дейма, сондай нәрсе күткен жоқпын. И бір ғана бала туралы деп ойладым. Ондай мынадай енді достық, тағы да бірнеше нелер бар ғой. Ондай емес, тек бір баланың өмір жайлы деп ойладым. But why? Мен батпырауқты еркіндіктің символы деп ойлаймын. И ондай осылай бір жерлерден естігенмін да. И бұл кітапта мен чисто батпырауық туралы жарыстар, сол сияқты болады деп ойладым, кино болады деп ойламадым. Мен өзім кино көп көрем, и андай трейлер жанрында көбірек болған сияқты, типа күтпеген нәрселер көп болды, ішінде повороттар көбірек болды деген сияқты ғой. Жалпы осы. Бізде жалпы кітап не жайлы қыздар? Ең басты кейіпкерлері Әмір және Хасен деген басында достар туралы болған, және олардың әкелері бірге олар тұрған, және Әмір мен Әмірдің әкесі екеуі, яғни әкесі байқуатты адам болды сол кездегі, ал Хасен жағдайы төмен болды. Және де олардың отбасылары, әкелері де дос ретінде өмір сүрді, олар да дос болып жүрді. Және солардың өмір жайлы айтылады. Және өмірлерінде қандай бір құбылыстар дейміз ба, повороттар сол туралы айтылады. Және де екеуі де анасынан айырылған айтпақшы, соны айта кету керек. Бірақ бір анадан нәр алды ғой олар. Иә. Сол үшін де мен ағайынды сияқты көрінбеймін басында ша. И бұл мен киноны көп көрем деп айттым ғой деп ше, бір кинолар бар ғой, сюжеттің соңғы жағын басында кішкене секунд қылып көрсетеді да, и соңына әкеліп тура сол момент қайтып көрсетеді, сол кезде ема деп айтасың ғой, примерно ше. Тура сондай кітап болды да, басында бірінші тарауы айтады 1975 жылдары деп айтады да, бұл әңгімені бірақ 2001 жылы сипаттап жатыр. 1975 жылғы сол қыстың бір күні менің әлі есімнен кетпейді деген сияқты сол бір моменттерді айтып қалады. Яғни бұл соңына бір ссылка сияқты, сілтеме сияқты, кітаптың соңы қалай аяқталатынына. Бұл сондай бір киноға ұқсайды, сондай бір кітапқа ұқсайды. Звондаған кезде не алмай ма? Досы звондайды оған, сол кезде ол көз жүгіртеді артқа қарай. Сол кездегі бір өзінің өкініші деуге де болады, бір ішінде қалып кеткен бір, ол кезде соғыс сондайлар болды ғой енді. Көп баланың арманы, кішкентай кезіндегі арманы, кішкентай кез істері өсе келе ол елемеуге тура келді да оларға. Сол нәрсе де бір жағынан баяндалған сияқты. Ауғанстандағы сол кездегі, жоқ қазірде болып жатыр, қалай қақтығыстар ма, содан зардап шеккен достардың өмір баяны ғой. Сол әсер етті, Ауғанстандағы оқиға әсер етті жалпы. Бір ғана соғыс елде болып жатыр, бірақ көп баланың балалығын ұрлап жатыр да ол жерде. Олардың да арманы болды, оларды туған бауырдай өскенімен сол бір соғыстың кесірінен олардың да өмірлері екі айыруға тура келді да бұл жерде. Бізде жалпы кітапта әлеуметтік теңсіздік, әйелдер мен ерлердің арасындағы теңсіздік айқын көрінеді жалпы айтқанда. Өйткені бұл жердегі басты кейіпкерлерді айттық қой, Әмір мен Хасен деп. Әмір ол байдың баласы болады, ал Хасен оның әкесінің қызметшісінің баласы болады да. Бірақ олар бір аумақта өмір сүріп жатқанмен, бір қорғанда өмір сүріп жатқанмен, біреуі
зәулім үйде өмір сүреді, ал біреуі лашықта өмір сүреді деген сияқты ғой. Кітаптың басты несі де осы сияқты, фишкасы да осы сияқты. Байлар мен кедейлердің арасындағы бір теңсіздікті және жизнь бумеранг деген нәрсені көрсететін кітап болды мен үшін бұл кітап. Жалпы бізде әмір қандай бала болды? Әмірге кішігірім тоқталып өтейікші. Бізде әмір әкесінен көбірек мейірім көрмеген, анасының мейірімін көрмеген бала болды. Себебі әмір туылған кезінде анасы қайтыс болды да сол моментте. Содан кейін әкесі сол анасының туылғанына баласын кінәлаған сияқты сезімде жүрді әмір. Өзінің чувство виныды қатты сезінді да, типа анамның қайтыс болғанына мен кінәлімін деген сияқты өмір бойы өзін кінәлап өтті әкесі қайтыс болғанша. Одан кейін бізде осы оқиғаларға байланысты көбірек травмалар пайда бола берді. Мен үшін әмір, енді сізбен қосылам. Кішкентай кезінде травмасы болды, өте көп. Себебі ең бірінші балаға әсер ететін ол ата-ана ғой, ең бірінші оның қоғамы. Және де кішкентай кезінде оған қандай әсер бересің, бала сол бір травмамен өсетші. Ол не әкеден, не жаңағы шешеден мейірім көрмеді, өте сол себепті де ол басында қорқақ, әлсіз болды деп ойлаймын. Оған бір сенімділік жетіспеді ғой. Сол бір мейірім жетіспегендіктен оған сол сенімділік те кішкентай кезінде әлсіз болып, салыстырмалы түрде қорқақтық болды деп ойлаймын. Бірақ өсе келе оны жеңді, батылдана бастады, батылдырақ адам болып, көп жетістікке жетті деп айтыламын. Өзінің балалық шағына қарамастан. Негізі ондай қазіргі дүниемен салыстырғанда, кішкентай кезде ондай травма бүйтіп қалатын болса, көп адам өзін сындырып жібереді ғой. Болды, мен бақытсыз болуым керек сияқты, осылай жазылған сияқты деп. Бірақ ол оны нәрсені жеңіп шықты. Сол нәрседе әсер етті. Әмір негізінен басқа балалар сияқты, ұлдар сияқты ол кезде футбол ойны өздерінің арасында жақсы дамыған болған, бірақ Хасенге ол өз еркімен ойнау қызықты болған жоқ. Ол үшін оған кітап оқу, әңгіме жазу, сол көбірек әмірге, Хасенден ба? Әмірге қызығырақ болды. Бірақ футболды әкесінің мақтау үшін ғана ойнап жүрді. Ұтуда сол әкесі үшін қалады. Яғни әкесінің мақтауын көбірек қалады ғой. Сол үшін өзінің қызығушылығымен емес, әкесінің мақтауын алу үшін де соны ойнап жүрді, то есть. Және де әкесі де айтады оның сол әрекетіне байланысты, егер мен баламды толғатып жатқан әйелі толғатып жатқан кезде көрмесем, менің балам екеніне сенбес едім деген сияқты. Әкесінің өзі де бұл баласының несіне таңғалады ғой. Әмір негізі өзінің мамасы сияқты болғысы келеді, себебі ол мамасының өліміне өзін кінәлады ғой. Мысалы ретінде анасы көбірек өлең оқитын, шығарма жазатын адам болған, сосын поэзияға көбірек жақын болғанда, соң жағында ұстазымен кездеседі. Сол кезінде ол да анасының орнын жабу үшін кішкене кітаптарды көбірек оқи береді. Бос уақытында көп кітап оқиды. Одан кейін анасы сияқты болғысы келеді. Әкесінің өзінің вниманиясын өзіне алу үшін деген сияқты болды. Жалпы кітаптың өз тақырыбы батпырауық қуған бала ғой. Батпырауық деген сол кездегі Ауғанстандағы бір дәстүрлі сайыстардың бірі болады. Ол бізде әр қыс сайын өтетін болады. Ол кезде балалар өте көп кәдімгі футболды ойнағандай, футбол жарысы сияқты күтеді ғой, дәл қазір тілмен айтқан кезде. Жаздың күні қыстан сап осы ойынды күтеді, және де сол ойынға бізде осы кітапта әмір қатысатын болады. Яғни әмір батпырауқты басқарушы болса, Хасан сол кесілген батпырауқтарды қуып жетуші. Яғни бұл ойынның правиласы дейміз ғой. Батпырауқ ең соңға қалған батпырауқты ұстап қалу. Көкте қалған. Және ол батпырауқтың қайда келіп ұшатынын, қонатынын дәл тауып сол жерге бару керек қой соңында. Бізде әмір ойлайтын еді, типа Хасенде компас бар ма деген сияқты.
өйткені батпырауықтың қай бағытта кетіп бара жатқанын нақты біледі да, даже одан жарты сағат алдын барып осы жерге қонады деген сияқты сол жерге барып тұрып алатын. И осы жарыста да солай болады деген үмітпен Әмір мен Хасен екеуі бірге жарысқа қатысады. И жарыстың басында әкесі Әмірге айтады: сен бұл жарыста жеңесің, жеңу керексің деген сияқты. И жарыс басталады. Барлық адамдар өздерінің балкондарына шығады, көп этажда тұратын адамдар. И сосын осылай бізде батпырауықты бақылап бастайды. Батпырауық жарысы осылай басталады. И бізде бастапқыда 40-50 көп деген батпырауықтар болады. И соның ішінде әрине ол Әмірдің батпырауығы болады. Қасында Хасен ол батпырауықты бағыттаушы адам ретінде екінші жіпті ұстап тұрады да. И одан кейін осылай жарыс жалғаса береді. Bir қараған кезінде 20 батпырауық қалады. Одан кейін бізде 15-10 батпырауық қалып, осылай соңғы жағында 4 батпырауық қалады. И сол 4 батпырауық қалған кезінде бізде ішінде бір көк түсті батпырауық болады. Сол көк батпырауықтың басқарушысы, сол көк батпырауықтың егесі бұған дейінгі жарыстардың барлығында андай жүлделі орындармен үнемі алдыңғы орындарда жүретін адам болады. И осы батпырауықты, көк түсті батпырауық жаңағы Әмірдің батпырауығын үзіп тастауға ниеттенген кезінде Әмір біріншіден Хасеннің айтуымен әрекет жасайды да, батпырауықты үзіп тастайды. И содан кейін барып Әмірге жан-жағындағы адамдардың барлығы құттықтаулар білдіре бастайды. Сен жеңдің деген сияқты, бірақ бұл жолда оңай келмейді. И одан кейін Хасен осы жоғалған жерге түскен батпырауықты іздеуге кетеді. Хасен Әмірге айтады, мен батпырауықты тауып келемін, сонымен біз толық жеңіске жетеміз деген сияқты. Осыдан кейін бізде Әмірдің қолы қанап кетеді. И содан кейін барып ол өз-өзіне келетін кезінде Хасен іздеуге кетеді батпырауықты. И содан кейін бізде батпырауық жоғалған тұсқа қарай Хасен бағыт алады. Одан кейін кеш болып кетеді. Әмір Хасенді көп уақыт күтеді. Одан кейін шыдай алмай өзі жолға шығып кетеді. Бірінші жолда бір адамды көреді, ол бағыттап жібереді. Точно осы жақта ма деген сияқты, я осы жақта деген сияқты. Ол Хасеннің ізінен кетіп баратады. И одан кейін тағы бір адамды сұраған кезінде, я ол точно Хасен, өйткені оның қолында көк түсті батпырауығы болды деп айтады да. Сол кезінде Әмір нақты сенеді, өйткені ол көк түсті батпырауықты іздеуге кеткен еді. И содан кейін бір моментте бір базардың шетінен бір атаны көреді да, айтады: сіз осындай баланы көрдіңіз ба деп айтқан кезінде, я ол мына жердегі бұрылысқа қарай, қиылысқа қарай кетті деп айтады. И содан кейін ол сол қиылысқа қарай барған кезінде Хасенді көреді, бірақ Хасен жалғыз болмаған еді. Себебі Хасеннің қасында Асеп деген бала болатын, өте жауыз, қазіргі тілмен айтқан кезінде социопат бала болатын. И сол бала Хасенге бұрында Хасенмен бірге Әмірге тиіскен болатын. Асеп Хасенді қорлап тұрған көрсе де, Әмір оған көмектесе алмайды. Себебі ол кезінде ол әлсіз, қорқақ бала болады, әлі тұлғалы жетілмеген болады. И ол осы жерде Хасенге көмектесе алмағанына өзі қатты кінәлі сезінеді, өзіне кішігірім детский травма пайда болады осы кезінде. Ол болашақтағы өміріне қатты әсер етеді, Хасенге көмектесе алмаған осы сәттері. Енді бізде кітаптың басынан бастап белгілі, екі дос ажырамас дос болды. Бір-біріне адал дос болып бастады. Бірақ кітаптың ортасынан, уже тарауларынан байқаймыз, екі дос ажырап кеткен бір-бірінен. Не себеп болды деген сұрақ болады көбісінде. Бірақ ең басында бір кейде болады жағдайлар. Біз болмайтын нәрсе сияқты, болмашы бір өтірік сияқты көрінеді, ешқандай ешкімге әсер етпейтін сияқты, ешкімге зияны тимейтін сияқты болып көрінеді. Бірақ сол бір өтірік, сол бір жасырын бірақ сөз екеуінің достықтарының ажырауына себеп болды. Қалай болды? Қандай әсер алдыңыздар? Бірге өскен достардың айырылуына әсер еткен оқиғаның бірі бұл Әмірдің туған күні. Яғни Әмір 12 жасқа толған кезінде туған күнде көптеген сыйлықтар алады, бағалы сыйлықтар алады. Сол кезде сол арқылы соны пайдаланып Әмір Хасенге бір сатқындық жасау мақсатында ма, қалай айтсақ болады. Және де әкесі Хасенге көптеген вниманиясын оған емес Хасенге бөлгендіктен бір соны қызғанды ма, соның кесірінен Әмір сол сыйлықтарының бағалы деген ақша мен сағатты алып Хасеннің жастығының астына тығады.
яғни Хасенді ұрлықшы етіп көрсету мақсатында. Және сол туған күннен кейін негізі Хасен өзі бір адал, ешқашан өтірік айтпайтын бала болады ғой. Және бұл оқиға үлкен әсер етті олардың өміріне. Және де Хасеннің Әмірдің әкесі сондай ұрлық деген нәрсені қатты жек көретін болған. Бізде бір сөзінде айтады, кішкентай кезінде Әмір әкесіне сұрайды, екеуі сырласып отқан кезінде айтады, әке ең жаман нәрсе не деген сияқты айтады. Ең жаман күнә деп айтады, ол ұрлық деп айтады да. И ол барлық күнәларды жасайтын ол ұрлық деп айтады. Мысалы, сен адам өлтіретін болсаң, сен оның өмірін ұрлап тұрсың. Ол сенің емес, оған тиесілі деген сияқты. Ал егер біреудің біреуге өтірік айтқанын көрсең, ол жаңағы өтірік айтып тұрған адамға шындықты білу құқысынан айырып жатыр. Яғни ол да оның шындықты білу құқысынан ұрлап жатыр деген сияқты. Барлық нәрсені осы ұрлықты қаншалықты жек көретінін әкесі айтып кетеді баласына. И осы жағдайды біле тұра жаңағы әкесі Хасеннің жастығын астынан тауып алады. Жаңағы ақша мен сағатты. Содан кейін барып, ол затты тауып алғаннан кейін Әмірден Хасеннен сұрайды, сен ұрладың ба деген сияқты. Әмір осы кезде қатты қорқады, себебі ол Хасен шындықты айтып қоя ма деп қатты қорқады. Бірақ Хасен Әмірдің осындай қорқынышы бар екенін сезіп, ол жасамаған нәрсесін жасадым деп айтады да, я мен ұрладым деп айтады. Бірақ жаңағы Әмірдің әкесі, яғни баба оған сенбейді. Себебі ол үнемі шындықты айтатын, олай ұрлайтын балаға ұқсамайтын еді. Ол мүлдем басқа бала еді. Осы кезінде жаңағы Хасеннің әкесі Али айтады, мен бұл нәрсеге шыдай алмаймын, біз бұл үйден кетеміз деген сияқты. Хасеннің Әмірдің әкесіне бабаға айтады. Сол кезінде баба ұрлықты қаншалықты жек көріп тұрса да, ол нәрсені қаншалықты ұнатпайтынын біліп айтып тұрса да, кімге айтады? Хасенге айтады. Мен сені кешіремін деген сияқты. Сонда да қалшы деген сияқты айтады. Қатты жылайды даже, Әмір мен Хасеннің үйінде қалғанын қатты қалайды. Бірақ Али бұл нәрселерді серьезно қабылдай алмайды да, мен бұл нәрсеге лайық емеспін деген сияқты бұл үйден кетіп қалады. Осы кезде бізде екі дос ажырап қалады. Осы кезде оқиға желісінде де біраз өзгерістер болады ғой, өзіміз күтпеген өзгерістер болады. Енді осы кезеңде бір тағы өмірмен байланыстырсақ, кәдімгідей өзіміздің есіп жүрген нәрселер болған сияқты нәрсе болады да. Жизнь бумеранг деп өмір есіп жатамыз, бірақ өзіміз сезінбейінше, өзіміз көрмейінше ол нәрсеге сене қоймаймыз. Енді осы кезеңде де соғыс басталады, ары қарай әмірлер Америкаға көшеді, бірақ ол бір дәлел да, сен бір бай болып өмірге келдің, соңына дейін бай болып өтесің деген ешкімде кепілдік жоқ. Ол өзіңнің іс-әрекеттеріңе, өзіңнің өмір сүруіңе, өмірдің бір құбылыстарына байланысты болады. Сол кезде бір дәлел, ол бай болып өмірге келді, бірақ Америкаға барғанда ол күткен бір тәтті балдай өмір болған жоқ. Сол нәрсе сізге қалай әсер етті? Өте қатты әсер етті. Себебі ол жақта ол ғашықтан бастап өмір сүреді. Хасендер сияқты, как орындары ауысып кеткен сияқты болды да. И ол жақта Әмірдің тұлғалық дамуы қатты дами бастайды, әкесінің күйеуінің орнына кішігірім ауысып кетеді. Себебі ол жақта әкесі барады, жасы үлкен болып қалғаннан кейін ол ауыра бастайды, содан кейін барып өзінің бар машинасын, өзіндегі бар байлықты Әмірге сеніп тапсыра бастайды. Сол кезінде Әмірде бұрынғы қорқақ, әлсіз балада сенімділік пайда бола бастайды. Типа ойлайды, мен әкем мені жақсы көре бастады деген сияқты сенім пайда болады да. И сол кездерден бастап Әмір тағы да бір тұлғалық дамуға бір қадам жасайды. Сол кездерде әкесі қайтыс болады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін көптеген оқиғалар болады. Ол әйел алады, одан кейін балалы бола алмайды деген сияқты көптеген оқиғалар болады. Осының барлығы бізде Хасеннің өмірінде болған оқиғалармен байланысты сияқты. Себебі ол бұрын бұл жерде боламын деп ешқашан да ойламаған, бірақ сол жерде болып тұр деген сияқты болып тұр ғой. Замечательно, поразительно, гениально. Сол бір сәтте, сол бір оқиғаны оқып отырып, сізде қандай сезім болды? Қандай әсер алдыңыз? Мен шок болдым. О май гад! Шынымды айтсам, себебі бұл жерде өте көп повороттар болды. Хасеннің
алдында өзін қатты кінәлі санады деп айттық қой біз Әмірді. Хасеннің өзінің бауыры екенін білген кезінде ол қатты өзін кінәлі санады. Осы кезде ол кезде бізде Әмірде екінші тұлғалық даму кезеңі басталды ғой. Сол кезінде мен ойладым, жақсылықтың ерте-кеш жоқ екен деген сияқты. Себебі ол Хасеннің баласын асырап алып, одан ары қарай өзі жетілдіреді ғой. Сол кезінде ол Хасенмен бұрынғы болған сәттерін көбірек есіне алады. Сол кезінде ода бір кішігірім өкініш болған сияқты. Себебі ол бұрынғы жасай алмаған сәттерін қазіргі сәттермен толтырғысы келеді. И өзінде андай бір пустота болды. Именно сол кезінде ол баласын өзінің қолына алған кезінде. Солай болады ғой. Өзіне істей алмасаң да, сол бір адамның, сол бір жақынның, өзінің ұлына болсын, өзінің достарына болсын, бір адамға істей алмаған жақсылығын екінші бір адамға істеп жатып, сол адамға істеп жатқандай сезінген кезде өзін бір бақыт кернейді ғой адамда. Сол бір сәтті көрсетті деп айтсам да болады. И және де менің түсінуім бойынша, менің қабылдауым бойынша, ол тағы бір нәрсені көрсетті, әрбір істе бір хайыр болады. Саған бір мүмкіндіктің есігі жабылса, мынаяқта саған 1000 есіктің мүмкіндігі ашық тұрады деген нәрсе ғой. Жай ғана сәтсіздіктің бәрін сәтсіздік деп қабылдау дұрыс емес. Сәтсіздіктің де өз сәттілігі бар. Жай ғана ол ситуацияны дұрыс қабылдау керек, дұрыс жағына қарай жол сілтеу керек дейінші. Сол нәрсе болу керек та. Болды, мен жаңағыда мысалға ол ойға Америкаға көшіп кеткен кезде сынып қалған жоқ қой. Ол наоборот оны жігерлендірді, наоборот оны тұлғалық даму алып келді. Бір оның дамуына, олса жетілуіне сол бір әрекеттердің, сол бір оқиғалардың өзі тікелей әсер етті десек те болады. Ол мүмкін ол әкесінің қасында я бай болып, байдың баласы өмір сүрген кезде бұндай жағдайларын білмес пе еді. Оның таланттары ашылмас пе еді деген нәрсе ғой. Сол бір сәтте де оның бір мүмкіндігі жабылғанмен, екінші жағынан оның өміріне деген үлкен мүмкіндік ашылды деп ойлаймын. Осы жерде айтайықшы, бізде Райымхан деген кейіпкер болды. Ол негізгі кейіпкерлердің біріне жатқызатын едім мен, мысалы ретінде. Себебі ол әкесінің жақын досы болды. И сосын олар Америкаға көшкен кезінде үйіне елікке алып қалды ғой. Сол кезінде өте көптеген оқиғалар болды. Бізде кітаптың басында бір қаладағы Райымхан деген досымен сөйлесіп отырын деп айтып бастады ғой звондаған кезінде. Сол кезде ол мен бұрынғы күнәларым сөйлеп жатқан сияқты деген бір сөз айтты. Сол кезінде де өзінің қатты өкінетінін білдірді да, осы сөйлемнің басынан бастап спойлер сияқты қайта пайда бола бастады сол өкініші. И сол кезінде ол бұрынғы өкініштерін есіне алып отырып айтты. Мен осы кезде осылай жасағанда мүмкін басқаша болар ма еді деген сияқты қатты өкініштер көбірек болды. И осы Райымхан туралы айтайықшы. Адамда өзі бірағындай бір өкініш болады ғой. Өкініш бірақ оның пайдасы жоқ сияқты нәрсе екенін көрсетті да. Өкініштің шынымен пайдасы жоқ. Ол өтті кетті, сол кезде оған орала берсең, ол сол сәтте бұрынғымен өмір сүріп, көкірегіңді өкініш керней береді да. Одан пайда жоқ реально ше. Сол нәрсені қайта-қайта кітапта негізі көрсетті. Кітапты негізі оқыған барысында бір оқиғаны бір баяндап жатқан жоқ сияқты болды маған ше. Бір оқиғаны баяндағаныменен оның бір алғары құндылығы өте көп болды деп ойлаймын. Біз күнделікті өмірде естіп жатқан сөздермен мынау шынымен андай бір кәдімгідей теорияны просто практика жүзінде көрсеткен сияқты болып көрінді маған. Райымхан туралы айтайықшы. Ол басты рөлдегі Әмір болды ғой. Басты рөлде оған қатты әсер етті. Себебі ол әкесі кейбір кездері Әмірге вообще көңіл бөлмеді ғой. Сол кезінде вниманиені қалай бөлу керек екенін Райымхан үйретті оған. Райымхан көрсетті, типа ол бірінші рет өлеңін өзінің шығармасын жазады ғой. Сол кезінде әкесіне қуанып алып келеді. Бірақ әкесі бұл әдеттегі бір әңгімелердің біреу шығар деген сияқты мән бермей кетіп қалады. Сол кезінде Райымхан әкеш мені көрейінші деген сияқты осы кезде көреді. Ол кей кездері мен ойлаймын, әкесінің орнына әке бола алды. Ол досы болса да деген сияқты. Ол әкесінің досы болғанымен Әмірдің де досы болды деп ойлаймын. Себебі ол айтты, менің саған әрдайым есігім ашық, жазған нәрселерің болса маған көрсете берсең болады деген сияқты. Кітаптың соңына дейін ол кейіпкер тірі болды. Айтады ғой, жаңа кітаптың басында басталған сәттердің барлығында Райымхан деп айтылады. Осы жердегі повороттардың бәрін болуына осы Райымхан көмектескен сияқты бізде. Мысалы жаңағы соның әсерімен болды. Барлығын байланыстырушы осы бір Райымхан сияқты менің ойымша. Байланыстырушы кілт сияқты осы кітапта. Райымхан оның жанашыры да, әкесі де, досы да, көп өмірінде көп адам рөлін ойнады деп түсіндім өз басым. Сізге қалай әсер болды? Сізге қоятын сұрақтарым бар. Қой. Сен қой қойларсыңдар. Райымхан туралы болмаса. Бірақ менде
ең соңғы моментте мынандай нәрсе ойымда туындайды. Сорап, яғни Хасеннің баласы Сохраб, сол Хасен Әмір үшін үміт болды ма или өкініш болды ма деген нәрсе ше. Менің ойымша екеуі де болған сияқты Сохраб, яғни оның бүкіл сол өміріндегі өкінішін есіне түсіретін нәрсе, естелігі сол болуы мүмкін. Және де үміті, яғни Сохраб арқылы сол бұрынғы қателіктерін түзету, өкінішін түзетуге көмектесетін де Сохраб деп ойлаймын, екеуі де болып тұрған сияқты маған. Солай әсер етті соңында. Ол ел ауыстырғаннан кейін көп нәрсені ұмытып кеттім деп айтты ғой, бірақ ол ұмытпаған. Просто оны ұмытқысы келген сияқты кейіп танытты да. И сол ұмытқысы келген кейіп арқылы ол барлығын артта қалдырдым деп болады. Бірақ ол қайта алдына келгеннен кейін барлық сәттерді еске ала бастады. Одан кейін барып сол Сохраб арқылы өзінің кінәларын жуып шайғысы келген сияқты бір жағынан, өйткені оған бат-брауық сатып алып береді, қалаған нәрселердің барлығын сатып алып береді деген сияқты моменттер болды. Сол кезде ол өзі Хасеннің орнына түседі ғой, Әмір. Сол бат-брауық ойнату кезінде. Бастапқыда бізге Әмір Хасенге көбірек көңіл бөлмейтін еді ғой, жоқ адам сияқты санайтын еді бір кездері, көп достарымен ойнамай. Ал кітаптың соңында Сохраб пен Әмірдің арасында тура сондай момент болады. Жаңағы Сохраб, яғни Хасеннің баласы Әмірге көбірек көңіл бөлмейді. Тура басындағы Хасеннің Әмірдің орнына ауысып кеткен сияқты. Көбірек көңіл бөлмейді, өйткені оны бәрібір әкесі болмағаннан кейін оны қатты олай қабылдай алмайды. Бастапқыдағыдай ситуациялар тура осы кезде жизнь бумеранг деген сияқты анау келіп бастайды. Кітаптың өзі солай аяқталады ғой. Бат-брауық сатып алып береді Сохрабқа. Сол бат-брауық сатып алып бергеннен кейін бат-брауық қуып жүрген Сохрабты көріп, Хасен Әмірдің өзі де бат-брауықты қуады ары қарай. Тура кішкентай кезіндегі моменттерді еске алады да, ол жастық шағын қайта сезінгендей болады Сохраб арқылы. Тура сол сәттерді, басында бізде былай айтып бастайды ғой, адамдардың кейбір моменттерді өлгенге санап, оны көміп тастау дұрыс емес деп айтады. Бәрібір ол бір күні шығады дейді, тіріліп алдыңнан келіп тұратын сияқты деп айтады ғой. Сол моментті біз кітаптың соңында ғана түсінген сияқты боламыз да. Себебі ол бұрынғы сәттердің бәрін айналып келіп, өмірінің барлығын сол бір моменттерге байлап қойған сияқты. Болады ғой, өзіңнің ойлағың келмейтін, ұмытқың келетін оқиғалар болады. Оны ойлайсың, сен өзің уақыт өте келе, мен ұмытып кеттім, ол барлық адам ұмытып кетті деп ойлаймыз да, бірақ ол ұмытылмайды. Адам өзі сезінген, жүрегімен көрген, сезген нәрсесін ешқашан ұмытады деп ойламаймын. Біздің миымыз оны ұмытуы мүмкін, миымызбен ұмытуымыз мүмкін, бірақ жүректің бір түпкірінде ол нәрсе сақталады. Бір күні соған ұқсас оқиға болған кезде, сол оқиға желісіндегі жандарды көрген кезде, сол жүректің бір түпкіріндегі қайта сезім оянады бізде. Ол өзіңе байқалады. Бейсаналы түрде ол шыға бастайды жүрегіңдегі бір сырларың сол кездегі. Сол нәрсені де ұғындырды. Біз ойлаймыз, мен ұмытып кеттім. Жоқ, мен ұмытып кеттім. Есімде жоқ нәрсе болғанымен, ол жай ғана біз өзімізді алдап тұрмыз. Миымыз ұмытып, миымыз алдап тұр бізді. Бірақ ол жақта жүрегіміз бар ғой, жүрегіміз бәрібір сол нәрсені сездіреді, білдіреді. Хасенидің бір сөзі бар, қателеспесем, жүректің де өзінің бір белгілі мөлшерде ақылы болады деп ше. Тек қана ақыл басқармайды, бізді жүректің де өзінің ақылы болады. Мен осы кезінде ғана ойландым, жүректің ақылы ол қалай деп ше. Сол кезде біз жүрекпен шешеміз деп айтады ғой. Ақыл жоқ адам шеше алмайды еш нәрсені. Сол үшін жүректе ақыл болады деген сияқты фразаларды мен естідім. Ол сол кезде мені қатты ойландырды. Жүректіңде ақыл болады. Әсер өте керемет болды. Біз күтпеген оқиғалар, күтпеген моменттер болды. Бірақ оқи отырып, шынымен түсініп оқыған кезде, қазіргі өмір сүріп жатқан өмірдегі айналамыздағы әлемді түсінуге де мүмкіндік береді. Себебі өмір өзгермейді ғой бәрібір. Бәрібір сол адам, бәрібір сол оқиға, барлығымыздың өмірімізде болып жатқан жай ғана кітаптағы құндылықтарды түсіну керек деп ойлаймын. Ол екі ақ достың арасындағы бір оқиғаны баяндағанымен оның арасында құндылықтар өте көп. Шынымен түсініп қарайтын болсаң, құндылықтар өте көп. Ол жерде достық, өтірік сөйлеу, өзіңнің ішіндегі бұрынғы өміріңде өкініш, өтіріктің бетін жабу, өзіңнің өкініштерінің бетін жауып, бір уақытта қайта шығу, қайтадан үміт беру адамдағы сол бір оқиғалар, сол бір құндылықтардың барлығы негізі бір ғана кітаптың ішінде барлығы баяндалады. Жай ғана оны түсіну керек, сезініп оқу керек кітапты. Оқу керек міндетті түрде. Міндетті түрде оқу керек.
кәдімгідей шынымен ерекше бір сезімде тудыратын кітап. Аяқтаймыз ба подкастымызды? Подкаст аяқтауға ең соңғы сұрақтар, яғни бір сөйлеммен не түсіндіңіз? Бір сөйлеммен. бір сөйлеммен Сөйлем қиын сияқты десеңші. өкіну керек, бірақ керек жерінде ғана өкіну керек. Және ол қателесу керек, және ол қателікті мойындай білу керек. Бізде басты кейіпкер сияқты, менің жасаған нәрселерімді, мен осыны жасадым, мен де оны түзетуім керек деген сияқты қателігін мойындап, оны түзете білу керек деп айтайыншы. Ең басталған құндылығым осы шығар. Жизнь бумеранг, біреуге істеп жатқан кезде, ал егер сол адамның орнында мен болсамшы, мен болмайтыныма кім кепіл деген сұрақты әрдайым қою керек деп ойлаймын. Сол адамның орнында жай ғана өзің сезініп көру керек. Сізде? Кітаптан түйген ойым, өткенді өзгерте алмасаң да, оны түзетуге әрқашан тырысуға болады. Достар, бәріне осы кітапты оқуға кеңес береміз. Сіздермен болған Эверест тобы. Келесі көріскенше. Шаңнан шығып Эвересттің Өз-өзіммен ерегестім сезімде Ұмытып бар уайымды мен бастадым Мұз болған жүрегім тоңды Байқамай оң менен солды Бір өмірге қарап өз-өзіме келдім Көзімде алау армандарға сендім Іздемек табылар демекші Ұзаққа апарма уақыт өріші Таңдау сенікі қиылыстар өлмекші